Орал қаласы, Қазақстанның батыс қақпасы. Шақар Жайық өзенінің оң жағында, еліміздің еуропалық бөлігінде орналасқан. Сарапшылардың пікірінше, Батыс Қазақстан облысының орталығы еліміз бойынша қарқынды дамып келе жатқан қалалардың қатарында. Тек соңғы 10 жыл ішінде қала тұрғындарының саны 25% артып, 227 мыңнан 284 мыңға дейін өскен. Халық саны жөнінен Орал шаһары облыс орталықтарының арасында 7-ші орын алады. Күн санап көркейіп, жыл санап жаңарып келе жатқан сүйікті қаламызда өткен жылы атқарылған ауқымды жұмыстар, ілкімді істер аз емес. Назар аударыңыз. Біздің ең басты мақсатымыз 2050 жылға қарай әлемнің ең дамыған 30 елінің қатарына кіру. Бізде ол үшін мүмкіншілікте, ресурста, білімді адамдарда, берекелі ұлтта бар деген болатын мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан 2050 стратегиясында. Жолдауда белгіленген міндеттерді жүзеге асыруға арналған мемлекеттік бағдарламалар Орал қаласында да жемісті жүзеге асып келеді. Бұған өткен жылдың көрсеткіштерін сараласақ көз жеткіземіз. 2014 жыл экономика үшін табысты болды. Есептік мерзімде өнеркәсіп өнімдерінің өндіріс көлемі 106 миллиард 300 миллион теңгені құрады. Оның 68% өңдеу өнеркәсібіне тиесілі. Осы кезеңде облыс орталығының бюджеті 26 миллиард 900 миллион теңге болды. 2013 жылмен салыстырғанда қала қазынасы 16%-ға ұлғайды. Жаңадан 4952 жұмыс орны ашылды. Бюджеттің бүйірі шығуына шағын және орта бизнестің де қосқан үлесі аз емес. Бүгінде қаламызда 28 мың шағын бизнес субъектісі тіркелген. Олардың 25,8 мыңы, яғни 92% белсенді әрекет етеді. Осы салада жұмыспен қамтылғандардың саны 40 мың адамды құрайды. Өткен жылы қаламыздың шағын және орта бизнес субъектілері 60 миллиард 800 миллион теңгенің өнімін өндірді. Олардан келіп түскен салық көлемі 15 миллиард теңге болды. Бұл бюджеттің жалпы түсімдерінің 22%-ын құрайды. Бұған кәсіпкерлікті қолдауға бағытталған мемлекеттік бағдарламалардың жүзеге асуы елеулі ықпал етуде. Мәселен, жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасының екінші бағытын жүзеге асыруға 2014 жылы қалада 80 миллион теңге бөлінді. Бұл 2013 жылмен салыстырғанда 3 есеге артық. Күні бүгін бағдарлама бойынша 30 адамға шағын несие беріліп, 80 жұмыс орны құрылған. Мемлекеттің қолдауын көріп, қамқорлығын сезінгендердің бірі кәсіпкер Ғарифолла Қадырали. Ол құрылыс материалдарын шығарумен айналысады. Мемлекеттің көрсеткен көмегінің арқасында, банағы 20-20 программасымен біздер қазір шығаратын өнімді 2 есе ұлғайттық. Алдағы уақытта егер бізге тағы да осындай үкіметтің тарапынан көмек болса, біздер өзіміз ыңғайымыз бар, өзіміздің сондай желание бар басқа облыстарға шығару. За последние годы наметились положительные тенденции в социально-экономическом развитии города. В Уральске активно возводятся новые жилые микрорайоны, открываются школы и детские сады, капитально ремонтируются социальные объекты. Большая работа проводится по благоустройству и озеленению областного центра. Прошедший год не стал исключением. Позитивные изменения есть во всех сферах городского хозяйства. Наметился рост благосостояния горожан. Это объективная реальность, связанная с развитием экономики страны в целом, реализацией государственных программ по улучшению жизни населения, что стало возможным благодаря эффективной политике президента нашей страны Нурсултана Назарбаева. Малый и средний бизнес вносит огромный вклад в развитие экономики города. Немаловажную роль в развитии предпринимательства оказывает всесторонняя государственная поддержка. В 2014 году по поручению президента из Национального фонда на льготное финансирование малого и среднего бизнеса обрабатывающей промышленности по программе «Даму Өндіріс-2» Западно-Казахстанской области было выделено 3 миллиарда 200 миллионов тенге. В результате 81% этих средств были направлены на финансирование 22 проектов в городе. Занимаемся, значит, текстильной промышленностью, то есть у нас пошив и реализация текстильных изделий. 38 миллионов мы взяли кредиты на 10 лет. Самое главное, это 6% годовых. Для нас, как для предпринимателей, это очень важно, потому что на сегодняшний момент банки второго уровня, которые предлагают 14-15%, для нас, конечно, как для предпринимателей, очень было бы сложно. Орал қаласы үшін өзекті мәселенің бірі жолдардың жайы. Күні бүгін облыс орталығындағы жолдардың жалпы ұзындығы
581 шақырымды құраса, соның жартысына ғана асфальт төселген. Бірақ бұл жолдардың жартысына жуығының асфальт деген аты ғана. Жылдар жылжыған сайын, тозған жолдар жүргізушінің жүйкесіне, темір көліктің төзіміне сын болуда. Қуаныштысы 2014 жылы осы өзекті мәселенің түйін тарқатуда ауыз толтырып айтарлықтай жұмыстар жасалды. Облыс басшылығының қолдауымен былтыр осы мақсатқа 4 миллиард 900 миллион теңге бөлінді. Бұдан 5 жыл бұрынғымен салыстырғанда жолдарды жөндеуге жұмсалған қаржы 8 есеге өсті. Осының арқасында жалпы ұзындығы 44 шақырымды құрайтын қала көшелері жөнделді. Кестеге сәйкес кейбір көшелердің құрылысы биыл аяқталуы тиіс. Дегенмен, негізгі жұмыс көлемі былтыр атқарылды. Әсіресе бірқатар маңызды нысандар орналасқан Алматы көшесінің күрделі жөнделуі, Жәңгірхан көшесінен қала шекарасына дейінгі аралықта Тасқалаға барар жолдың жаңғыртылуын ерекше атап өткен жөн. Жаңа емханаға жол салынуы да көптің көңілінен шықты. Бұл өте жаман еді, тесік шұңқырлар көп. Жүре алмадық, өте жаман нашар. Қазір өте жақсы жол, біздер ризамыз әйтеуір бәрі. Егер Зашаған кентінің тұрғындары жолдардың құрылысы үшін атқарушы билікке алғысын жаудырып жатса, Хамид Шурин көшесі 119 үйдің тұрғыны Байтабын Ахметқалиев өз баспанасының жөнделгені үшін шексіз ризашылығын білдіреді. 2014 жылы тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғырту бағдарламасы бойынша үйдің шатыры толықтай жаңартылды. Егер мемлекеттің қамқорлығы болмағанда, тұрғындар өз күшімізбен жөндеу жасай алмас едік. Енді төбені тапшы теспейді дейді тұрғындар. Міне ағатын жерлері. Сол ағатын жерлеріне шелек қойып, сол жатамыз. Төбені өз қаражатыңызға жабу мүмкін емес. Бәрі жабасын, бәрі анжақ жақтан бәрі қуалап келеді су. Көршілер жаппай қалады, мен жапсам. Сол көршілерден келеді қуалап. Көп енді рахмет, жауып атқан, енді осындай не қолдау көрсетіп атқанына. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғыртудың мемлекеттік бағдарламасы жүзеге аса бастағаннан бері 3 жыл ішінде 52 көп қабатты тұрғын үйге жөндеу жасалса, былтыр бұл мақсатқа 133 миллион теңге бөлініп, 15 үй жөндеуден өтті. Инженерлік желілер жаңартылып, шатырларын ауыстыру, қасбеттерін жөндеумен қатар 3 үйде жедел сатылар жаңғыртылды. Бұл жұмыстар биыл да жүргізіледі. Еще одним направлением, которому было уделено особое внимание в прошедшем году, является благоустройство дворов. В 2014 году в Уральске было благоустроено 22 двора, где проводился ремонт внутриквартальных дорог, устройство освещения и установка детских игровых площадок. При благоустройстве дворов учитывалось мнение жителей города, представителей общественности и депутатов. Все это обошлось бюджету порядка в 370 миллионов тенге. Это очень важная часть благоустройства города, так как делает наши дворы уютнее и привлекательнее. Теперь дело за нами. Мы сами просто обязаны сохранить дворовые территории всеми элементами благоустройства в надлежащем виде, говорят жители. Было у нас очень грязно. Даже об этом разговора нет. У нас сапоги 2 пары. Одни на улице, другие, значит, в коридор. Сейчас благоустройство есть. Очень хорошо сделали, особенно вот эту трассу, которой машина проезжает. Это нам выгодно, потому что пылище это невозможно. Детям есть, играют, они приходят, вот наши внучата играют. А также в прошлом году значительные средства из бюджета города были направлены на обустройство 6 скверов. В проекте были предусмотрены такие виды работ, как укладка брусчатки, озеленение, устройство ограждения, освещение, установка малых архитектурных форм. Например, в сквере возле Омеговского моста созданы спортивные и детские площадки для детей разного возраста. В ходе работ устроили новое наружное освещение. Для удобства отдыхающих установлены новые парковые скамейки. И это, безусловно, порадовало жителей этого района. Отметим, что сквер был раньше заброшенным. Я рада, что жителям этого маленького района достался такой красивый парк. Есть где погулять детям, старикам и даже молодежи. Просто посидеть на лавочках и восторгаться красотой того, что создали строители нашего города. Облыс ішілік көші-қонмен қатар табиғи өсімнің нәтижесінде қала тұрғындарының саны жыл санап өсуде. Өз кезегінде бұл тұрғын үй саласындағы түйінді мәселелердің шешімін жеделдете табуды талап етеді. Бұл тұрғыда 2014 жылы Орал қаласында 159.122 шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді.
Бұл өткен жылғыдан 0,17%-ға артып. Соның ішінде жалпы көлемі 43.277 шаршы метр болатын 7 көп қабатты үй, 736 пәтер қолжетімді баспана бағдарламасы бойынша салынып, пайдалануға берілді. Соның екеуі кезекте тұрған жетім балаларға, көп балалы аналарға, мүгедектерге, тағы басқа баспанаға мұқтаж жандарға арналған. Көп жыл кезекте тұрғандағы үмітіміз ақталды. Мемлекет қамқорлығына рахмет дейді қоныс тойын тойлағандар. Жаңа жыл мейрамының қарсаңында мынау деген маған бір өте білмеймін, енді тіпті сөзім жетпей тұр. Қандай сыйлық деген ол осының барлығы енді еліміз президентінің арқасында нұрлы жол жоспарының орындалуы деп өзімше ойлаймын. Осындай деңгейге жетіп жатқанымыз. В 2014 году также особое внимание уделено социальной инфраструктуре. Если за последние 5 лет за счет государственных средств в городе было построено 4 школы и 12 детских садов, прошлый год не стал исключением. Среди недавно открытых это детский сад «Зангар» на 360 мест, который распахнул свои двери в день первого президента. Капитальный ремонт проводился в детских садах номер 45, 49 и 17. Также в прошлом году капитально отремонтированы 3 школы. Круглозерновская средняя школа, школа номер 7 и средняя общеобразовательная школа номер 12, которая находится в микрорайоне Деркул. В этой школе, построенной в 1969 году, была полностью заменена кровля, обновлена система отопления, заменены электропровода, полы, двери и окна. Строительные работы проводились в кратчайшие сроки. Я сама здесь училась, здесь были действительно очень плохие условия, терпимые для нас, для поселка. Но сейчас вот по нашему времени, сейчас нам отремонтировали так хорошо школу, все белое, красиво. Дети с радостью шли в школу и ждали: мама, когда каникулы кончатся, мы хотим в школу. Большое спасибо, огромнейшее. Спасибо. Да, это прям, я не знаю, как уже и трубы, отопление будет, тепло теперь в школе, хорошо. Очень благодарна, очень. Тарих қойнауына кеткен 2014 жылы қаламызда атқарылған істер жетерлік. Тамырын тереңнен тартқан көне шаһардың жыл өткен сайын жаңарып, жасаруы кім-кімді де қуантары сөзсіз. Жұмыла көтерген жүк жеңіл демекші. Бұл жетістіктер атқарушы билік пен мәслихат депутаттарының тізе қосып, бірге жұмыстану нәтижесінде мыңдаған қарапайым қала тұрғындарының еселі еңбек арқасында мүмкін болды. Биыл да қаламызда жоспарланған жүйелі жұмыстар аз емес. Шаһардың инженерлік инфрақұрылымын дамытуға, шағын және орта бизнесті өркендетуге, әлеуметтік жаңа тұрғын үй инфрақұрылымдарын жетілдіруге, инвестициялық тартымдылықты арттыруға бағытталған бұл жұмыстар мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Нұрлы жол болашаққа бастар жол» атты Қазақстан халқына жариялаған жолдауында көрсетілген міндеттерді жүзеге асырудан туындайды. Жаңа экономикалық саясат ең алдымен тұрғындардың әл-ауқатын арттыруға арналған. Жалпыұлттық идеямыз мәңгілік ел идеясын басты бағдар ете отырып, қос құрлықтың тоғысында, қос өзеннің ортасында орналасқан ару қаламыздың ажарлануына биыл да бірге күш салайық. Қадірлі жерлестер.